Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді болатын салмасы сүзбеден жасалған булочкалар жасаймыз. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз булочка, яғни тоқаштарымыздың қамырын жасап аламыз. Ол үшін біз жып-жылы сүтімізге қантты және де ашытқымызды қосып жақсылап араластырасыздар. Кейін араластырған соң 3 жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі масса пайда болғанша араластырасыздар. Кейін ұнымызды бөліктерге бөле отырып қосасыздар да, осындай қою қамырға айнала бастаған сәтте ертілген жылы сары майымызды қосып, тағы да біркелкі қамыр, яғни кәдімгі тоқаштың қамыры пайда болғанша жақсылап илейсіздер. Кейін бұның бетін пленкамен жауып 1 сағатқа көтерілгенге қойып қоясыздар. Осы уақытта сіздер салмасын дайындайсыздар. Салмасына сіз сүзбені, қантты және жұмыртқаны қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырасыздар. Блендер болса, блендердің көмегімен араластырсаңыздар болады. Кейін көтерілген қамырымызды видеодағыдай етіп, бірнеше бөліктерге бөле отырып, дөңгелетіп, кесіп аласыздар да дөңгелетіп аласыздар видеодағыдай етіп. Кейін барлық тоқаштарымыз дөңгелетіп алғаннан кейін бір дөңгелекті алып, осындай етіп жайып шығасыздар, яғни лепешка сияқты етіп жаясыздар да. Кейін бір жақ шетін жолақшаларға кесесіздер, яғни соңына дейін емес, ортасынан осылай жолақшаға кесесіздер. Кесілмеген жағына салмасын салып, қамырды 2 бүктеп, яғни кесілгенге дейінгі бөлікке дейін бүктеп, жан-жағын қысып шығасыздар видеодағыдай. Және де кесілген жағын бетінен қайттан бүктейсіздер да, жан-жағын қысып, рогалики сияқты формаға келтіріп, духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіресіздер. Бетінің алдын ала жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытып кетпеңіздер. Міне осындай өте керемет, өте дәмді тоқаштарымыз шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.